Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, өте жұмсақ, өте әдемі, жұп-жұмсақ нан пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, ол үшін бізге керегі жылы су, жылы сүт, ашытқы, қант және де сұйық май, ұн керек болады. Бірінші жылы суымызбен сүтімізді араластырып құйып аламыз. Оның үстіне дайындап алған бір ас қасық ашытқымызды саламыз. Қант саламыз. Бетін жауып 7 минутқа қалдырамыз. Мінекей дайын болды. Ашытқымыз осылай көтеріледі. Үстіне сұйық майымызды қосып араластырамыз. Тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей араластырып болдық. Енді үстіне керекті мөлшерде ұнымызды салып, қамырымызды өте жұмсақ етіп илейміз. Мінекей қамырымызды илеп болдық. Қамырымыз ыдысымызға және де қолымызға жабыспауы керек. Осындай өте жұмсақ етіп илейміз. Илеген қамырымызды 1,5-2 сағатқа жылы жерге ашытуға қоямыз. Мінекей арада 1,5 сағат өтті. Қамырымыз өте жұмсақ болып көтерілді. Енді қамырымызды жақсылап, жұмсақтап басамыз. Мінекей қамырымызды илеп, қалпына келтіріп алдық. Енді бұл қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Мінекей бөліктерге бөлген қамырымызға құрғақ ұн сеуіп, жақсылап осындай 4-еуін бірдей-бір пішінде домалақтап аламыз. Мінекей бөліктерге бөліп, әдемілеп илеп алдық. Енді үстінен бетінен жауып, 5 минутқа қоямыз. Міне 5 минут уақытымыз өтті және басқан қамырымыз қайтадан көтеріліп, жұмсақ болды. Енді бұны бір пішінге келтіреміз, ортасын әдемілеп жұқартамыз, шет-шетін дөңгелек күйі қалдырамыз. Мінекей шеті қалыңдау болады. Мінекей нанымыздың пішінін дайындап алдық. Енді бетінен жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жұмыртқаның сарысын жақсылап тұрып, ортасына да шетіне де әдемілеп тұрып жағып аламыз. Мінекей дайындап алған нанымызды табаға салып, ортасына күнжіт себеміз. Күнжітті негізі ортасына көбірек, шет-шетіне азырақ салған өте әдемі болады. Дәмі де жақсы болады. Мінекей нанымыз 180 градуста 20 минуттың ішінде піседі. Мінекей жұп-жұмсақ өте дәмді нанымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.